Жазира басын бүркіп жатақханада 2-3 күндей төсегінде бүк түсіп сабаққа бармай жатты. Көзі жұмулы болғанымен көкірегі ояу. Сапардың қасында бақыттан басы айналып жатқанда, оның бұлай тәнін ауыртатын әрекетке баруы мүмкін-ау деген ой үш ұйықтаса түсіне де кірмепті. Ал ол болса, бұны жансыз қуыршақтай жұлмалап, сатып алатын заттай тексерді ғой. Сол тексеріп жатқан іс-әрекеті сол қалпында көз алдынан бір кетпей қойды. Көзін тарс жұмып, басын қанша шайқаса да, бір кез көз алдынан көлбеңдеп кетер емес. Қалайша, осындай азаптан соң, бұрын басынан өткермеген осындай жағдайдан соң, тіпті бұрын бұндайды көрмеген сорлықтан соң, мен қалайша пәк, таза болмаймын. Ол менің тәнімді ғана емес, жанымды ауыртты, қорлады, керексіз заттай лақтыра салды ғой. Басында түсінбеп еді, путана деген сөз ол тәнін ақшаға сататын жезөкше деген ұғымды білдіреді екен. Панелі де түсінікті болды. Осыны білген соң бұрынғы қорлық жай әшейін болып, ал мынау өліп қара жерге кірген мен тең болды ғой. Мен пәк едім, қалайша бұлай болды деген сан мәрте қайталанған сұрақтардан кейін ол сабаққа да бармай беті ауған жаққа жүре берді. Кенет Сайын көшесін көрейін деген ой санасына жарқырай түсті. Барды. Екеу-үшеуден шүйіркелесіп жол бойында топталып тұрған шырттай киінген, боянған, сыланған, өрімдей жас қыздарды көрді. Көбі өзіміздің қара көздер. Осы жап-жас қаптарымен, осы солқылдаған жап-жас тәндерімен танымайтын мүлдем жат еркектерді қасына жатқызып жиіркенбей, қорықпай қабылдай ма деген ойлар денесін тітіркендіріп, қасқыр көрген ешкідей ежірейіп қарап тұрғанда, қасына әйнегі көлеңкеленген қара мәшине тоқтай қалды. Рөлдегі қара көзілдірікті еркек мәшиненің әйнегін төмен түсіріп, менімен жүруге қалай қарайсыз деді. Сапардың сен путанасың деп ысылдаған сөзі құлағына келгендей болды. Денесі қалтырап, қорлықтан тынысы тарылып, көзі қарауытып кетті. Демін тереңірек алып, жұқа танауы делдиіңкіреп, дауыс қалтырап, «Я барамын, мен путанамын» деді. Барды. Қаланың шетіндегі сұп-сұр үйлердің біреуінің ауласына келіп тоқтады. Еркек жүр деп екінші қабаттағы бір бөлменің есігін ашып, ішке кіргізді. Екеуіне арналып, жайылған дастарханға отырып, көзімен ішіп жеген бейтаныс еркекпен бірге отырып тамақтанды. Шараптан да ішті. Күні бойы нәр сызбай, қаланы жаяу аралаған, жаураған, оның мына ыстық тамақ, қымбат шарап буына түскендей болып, мең-зең етіп, көзі жұмылып, денесі тыныштық іздеп, тұла бойы ұйқы басып бара жатты. Сол кезде еркек орнынан тұрып, қолынан жетектеп түпкі бөлмеге апарды. Ол ерді. Тіпті шешіндіріп жатқанда да селт етпей тұра берді. Тілінің ұшында, бүкіл болмысында, шарап масайтқан санасында бір-ақ сөз, бір-ақ ұғым. Ол путана. Мен путанамын деді көзін әрең ашып, еркекке қақырап. Тілі күрмеліп, ол маған солай айтты. Панельге шық деді. Мен просто көрейін дегенмін деді ол, сөзінің аяғын жұтып. Бұлай болады деп ойламадым. Ешқашан деді. Масайған, қорланған ол бәріне қарсылықсыз көнді. Көзін ашса өзіне төніп, еркек отыр. Кеше байқамапты, жасы біразға келген адам екен. Қалқам, кеше бірінші рет шықтың ба деді ол дауыс дірілдеп. Жазира я дегенде басын изеп, тура қарауға жүзі шыдамай, бетін ала қашып, мойын бұрып әкетті. Әлі бетің ашылмаған, пәк күйіңде көшеге шығып, осы ескі кәсіппен айналысуға не себеп болды? Осы келбетіңмен, осы пәктігіңмен кез келген ер жігітке жар болып, бақытты болатын қыздың біреуі екенсің. Неге бұндайға бардың деді еркек. Пәк, әлі бұзылмаған қыз бекенмін деді Жазира төсекке шоқиып отырған күйі. Өңі бұп-бұз болып, оған бақырая қарады. Я, деді еркек бырс етіп күліп. Осы жасқа келгенше мен қыз бен әйелді ажырата алмасам, несін өмір сүріп жүрмін деді ол мұрнын тыржитыңқырап. Маған ол путанасың деп еді. Қалайша деді қара көзіне жас толып, астың ерін тістеп. Саған сол сөзді кім айтса, өзі сондай болған. Бірақ бүгіннен бастап путана болдың. Түстен кейін кетемін. Қаласаң алып кетейін. Бір шартым бар, отбасыма көрінбейсің. Әрі мына кәсібіңді қоятын боласың. Бірақ бақытың тауып жатсаң, аяулы жан ретінде өзім ұзатайын деді. Жоқ, бара алмаймын, оқуым бар деді ол жерден көзін алмай. Түсінікті, оқуының ақшасын төлейін деп шыққан екенсің ғой.
Алда байғұс-ай деп, ол елжіреп қызды үлбіреген иығынан сүйді. Жазира шоршып, орнынан тұрып киіне бастады. Қолы дірілдеп, апыл-ғұпыл киініп жатқан бұған аяғандай боп қарап тұрған еркек орнынан тұрып, орындықтың арқалығында асылып тұрған костюмінің қалтасынан бір бума ақшаны алып, жәшіктің үстіне қойды. Жазира ақшаны алды да, бұл аз, тағы да қосыңыз, деді ширығып. Пай, бірінші жұмыс күніне ақшаға деген араның осылай ашылса, жақын арада ең бай әйелдердің қатарына қосылатынына күмәнім жоқ, деп қарқылдап күліп, тағы да көк қағаздың бірнешеуін ұсынды. Жазира жанары суып, өңі сұрлана түсіп, жауға қарап ақшаны алды. Еркек кешегі алған точкасына қызды әкеп тастады да, қолын ербеңдетіп қоштасудың ишарасын жасап, көзден ғайып болды. Жазира сабаққа бармай бет ауған жаққа жүріп бірнеше көшеден өтті. Асфальтқа тиген өкшесі путана деп тықылдап келе жатқан сияқты естілді. Жол бойындағы оңашадан қайдағы орындықты көзі шалып, діңкесі құрып, көзі қарауытып, екі аяқ қарасан боп, бастырмай, бүкіл денесі зіл көтерен болып орындыққа отыра кетті. Өзінің жүрегінің соғысы самайындағы тамырының лыпылы путана деп тұрғандай болды. Енді айналасына қараса, кеш батып қапты. Бет орамалын алайын деп қалтасына қолын салып еді, бағанағы еркек берген ақша томпайып қолына тиді. Алып санаса, біраз қаражат екен. Не істерін білмей біраз отырды. Үйіне салса, қайдан келген ақша деп әке-шешесі мазасын алатыны айдан анық. Жатақханада сақтай алмайды. Енді не істеу керек? Біраз отырған соң банкке барып өз есеп шотымды ашуым керек деген шешім қабылдады. Барды, ашты. Жатақханаға келген соң сапарды ұмыту үшін, бір жағы оның жанын жаралау үшін, иектеген жігіттердің бетін қайтармады. Сөйтіп жаман атағы шықты. Бұрын бетке ұстап жүрген үздік студенттердің сұйық жолға түсуі деканатқа да жетті. Жат қылығы үшін оны жатақханадан аластап, оқудан шығарамыз деп мәселе көтерді. Жазира аяқ астынан қатты ауырып қалды. Құрсағының төменгі жағы пышақ сұққандай бөгіп, жан шаншып, жанын көзіне көрсеткенде құлындаған дауысы құраққа шықты. Жатақханадағылар жедел жәрдем келіп, зембілге салып жатқанда, оның жатқан жерінің шылқылдаған қан екенін байқап қалды. Ерекше әбігерленіп жүгіре басып шыққан ақ халаттылар машиналарының дауысын азынатып, оны тез ауруханаға алып кетті. Дәрігерлердің ерен еңбегінің арқасында Жазира аман қалды. Жас арудың бойына жатырдан тіс бала біткен екен. Көп қан жоғалтқаннан, әрі ауыр операциядан соң көлеңкеде өскен шөптей боп-боз болып, ауруханадан қалт-құлт етіп әрең шыққан Жазираға күтім керек болды. Деканаттағылар оның үздік студент екенін ескеріп, академиялық демалыс алуды ұсынды. Содан соң қаласа, оқуын ары қарай жалғастыра жатар. Сонымен Жазира сырты бүтін, іші түтін болып, туған ауылына оралды. Жаны қалмай бәйек болып асты үстіне түскен әке-шешесіне операция жасатқаны жайлы ештеңе айтқан жоқ. Қара көзіне жас толып түнеріп, екі кәрісін аяп, олардың не болды деген сұрағына қаным азайып кетіпті, біраз демалған соң оқуымды жалғастырамын дегендей әлденен айтты. Боп-боз болған жалғыздардың түрін көріп, олар енді ол қайда барса сонда бармақшы болып шешім қабылдады. Көп ұзамай олар қалаға көшіп кетті. Жазира оқуын қайта жалғастырды. Қаланың шеткі аудандарының бірінен сатып алған 2 бөлмелі пәтерінде үшеуі тұрып жатты. Ол күндіз оқыса, түнде жұмысқа кеттім деп үй бетін көрмейтін болды. Жазираның түнде жұмысқа кетуі әке мен шешені қатты әбігерге салды. Әсіресе жалданбай кемпірінің апшысын қуырып, "Жәскен қайда жүр? Не алған жұмыс ол? Түн кезген, не басымен қаңғырып жүргенде біреу өлтіріп кетсе қайтеміз? Не істеп жүр? Сұрашы" деп жанын жейтін. "Айт қызыңа, аштан өлмеспіз, түнімен жоғалғанын қойсын, әйтпесе білмеймін не істейтінім" деп жұдырығымен столдық қойып қалды. Селкеге түскен кемпіріне адырай қарады да далаға шығып кетті. Сырттан кірген Жазира шешесінің өңі қашып, абдырап тұрғанын бірден байқады. "Мама, жайшылық па?" деді. "Әкең ұрсып жатыр. Адам жоғалып кетіп жатқан заманда қызың түнімен қайда жүр, не істеп жүр" деп құлағымның етін жеп қойды. "Түсіндірші өзің" деді көзі кіртиіп. Жазира мөлдіреген жанары жалт ете қалып, иығын жапқан жібектей төгілген қара шашын арқасына қолының сыртымен серпіп жіберіп, шешесіне қарап қалды. Ойланып қалғаны көрініп тұр. Соның арасынша сырттан әкесі кірді.
Зейнеп күйбеңдеп дастарханын жайып дәмге шақырды. Шай үстінде үнсіздікті Жазира бұзды. «Әке», деді жібектей даусын сосып. «Ренжіп жүргеніңізді естідім», деді төмен қарап. «Мен оқитын жерде бәрі күшті күйінеді. Олардан кем болғым келмейді», деді. «Сондықтан күн оралатып түнгі жұмысқа шығуға рұқсат етіңіз. Жұмыс онша ауыр емес, телеграмма жіберетін жерде істеп жүрмін», деді дауысын бәсеңдете түсіп. Әкесі қабағынан қар жауып ары отырды, бері отырды. Жалғыздың сөзіне сенбеске амалы қалмады. Біраздан соң: «Жарайды, өзің біл, тек бір пәлеге ұшырап қалмасаң болды. Сенің амандығыңды ойлаймыз. Басқа не дейсің?» деді, өң абыржып. Басында екі кәрі алаңдап, уайымдап, Жазира келгенше кірпіктері ілінбей күтуші еді. Уақыт өте келе, бұған да еттері үйреніп, кетіп бара жатқан жалғыздарының артынан қарап, іштей тілеуін тілеп, үндемей қалат беретін болды. Себебі бұрын анда-санда алатын ақшалары анда тартса мұнда, мұнда тартса мұнда жетпей жүретін. Қазір Жазираның жұмысының арқасында кең молынан жететін болды. Өзі де қуыршақтай болып киініп алды. Тіпті су жалаңа көлікте сатып алды. Үйдегі 40 жылғы заттарды жаңалады. Ішім жемнен де кенде болмай отыр. Аяғын баса алмай кібіртіктеп қалған ана мен барлық үй шаруасын өзі атқаратын әкенің бос уақытындағы ермектері теледидар. Бір күні КТК арнасын қосып, жайлы диванға иықтасып отыра қалғандар сол еді. Экранды қойша тоғытып, көптен бері іздерін жасырып қолға түспей жүрген ескі кәсіппен айналысатын интер әйелдер құрықталды деп, бір топ өрімдей қара көздерді қосақтап ұстаған полицейлердің жұмысын көрсетіп жатыр екен. Олар болса камерадан қашып, беттерін қолдарымен көлегейлеп, киімдерімен жауып көрінбеуге тырысып жатыр. Соның араларындағы ең сұңғағы, бой жағынан да ең сұлуы ақ курткасын мен бетін көлегейлей бергені сол еді. Иығын жапқан қара шашы жібектей сусылдап, толқындана алға төгілгендей болды да, жұп-жұмыр ақ торғындай мойны жарқ ете түсті де, оператор әсіресе желкесінің шұңқырының алдында астындағы тарыдай қара меңін тайға таңба басқандай етіп анық көрсетті. Екі кәрі біріне бірі бажырайып қарап қалды. Өздері талай сүйсінген Жазираның желкесіндегі қап-қара меңінен айнымайтын анау теледидардағы көрініс көз алдарынан кетпей, айран асыр қалып естен айырылудың азақ алдында отыр. Ақ курткада сыбызғыдай тартылған балғын дене де соншалық таныс, соншалық жақын. «Әй, өшірші, шаршадық, қайдағы бәлені қайдан көрседі осы? Тапқан сөздерін қараш, ескі кәсіп. Ол болып бекен бұрын қазақта. Қойш, бізді қойш, кәрі қойдың жасында өмір қалды. Өтер күн итшілеп, осы біздің қатарымыз, біз сияқты қарапайым адамдар не қалдырдық балаларға? Түкте жоқ. Енді не болды? Оларға қиын болды ғой. Зейнетақы анау, жалақы мынау, түкке жетпейтін. Теледидарға қарасаң, ана шенеулік бәленше миллион ақшаны жымқырыпты. Шетелге қашып кетіпті. Мынау бәленше ақшаны жымқырып қашып кетіпті. Су жасайтын ақшаны пәлен жеп қойыпты. Міне айтатындар осы ол. Оларды ұстайтын, халықтың байлығын тексеретін адамдар қайда? Үкімет қайда қарап отыр? Енді киіну үшін де, тамақ жеу үшін де, өмір сүру үшін де адам өзін, сәбиін, бүйрегін, ішегін сататын шығар деп түңіле сөйлеген, заманға кейіген шалының сөзінен кейін төсекке жатқан екеуінің ұйқысы қашып, мазасы кетіп, жүректері суылдап, көз алдардан аппақ мойындағы тардай қап-қара мен кетпей қойды. Бірнеше күннен кейін жалғыздарының басқа қалаға жер аударылғаны жайлы үкім естігенде, әке байғұс бір жағына қисая берді де, кескен теректей сұлап түсті. Сол қорылдаған күйі тақилыққа аттанып жүре берді. Тобан аяқ болып қалған байғұс ана шалын жер қойнына берген соң, оны бұнысын буып-түйіп, туған туысқанның көбегі мен пәтерін біреуге тапсырып, қу жалғыздың артынан жүрегі қан жылап, шықпаған қу жанын сүйретіп, бөтен қалаға жол тартты.